Атақты экономист ғалым, ірі қоғам қайраткері, көрнекті академик Түймебай Әшімбаевтың тар жол тайғақ кешкен тағдыр жолы, өмірлік азаматтық ұстанымы, ерен еңбекпен өрілген ғибратты ғұмыры қандай болды? Алматыдағы экономика институтында Түймебай Әшімбаев естеліктер атты кітаптың тұсаукесері өтті. Тағылымды еңбек Тұран университетінің ректоры, экономика ғылымдарының докторы, профессор Рахман Алшанұлы мен Түймебай Әшімбаевтың қызы Әлида Әшімбаеваның көп жылдық терең ізденісінің нәтижесі. Долго думал, как быть, просто передать в архив или все-таки переиздать книгу. Была первоначально издана книга воспоминаний. Там собрали, Алида работал с ними. Но потом, думаю, все-таки недостаточно, не просто данная книга как очерк, биографический очерк, а жизнеописание, скажем так, по большому счету. Назвали книгу воспоминаний. Дело в том, что, посмотрите, я когда прочитал, я по-новому переосмыслил его жизнь. И когда он показывал мне подшивку фронтовой газеты, кажется, посмотрите, я тогда в Казгу работал, давайте издадим, покажем. Я как не придал значения. Подшивок тогда после войны много было ветеранов в университете. Мы каждый раз с ними встречались, думаю, ничем это не удивишь. А сейчас, когда вот в этом году исполняется 80 лет, и вот Ержан Бажгаев сказал, там отношение к этому, так? Как он сидел, воспоминания, где он был, потом вернулся, и каждый раз, каждый этап его жизни встречался с трудностями, с определенными. Түймебай Әшімбаев ұзақ уақыт Қазақстан ғылым академиясының экономика институтын басқара жүріп, әлеуметтік экономикалық мәселелерді зерттеп қана қоймай, ғылыми кадрларды даярлау саласына да орасан зор үлес қосқан адам. Тұсаукесер жиында оның көзін көрген ғалымдар келелі пікір білдірсе, тәлім-тәрбие алған шәкірттері жадында қалған естеліктерімен бөлісті. Түймебай Әшімбаевич был непререкаемый авторитет. То, что он возглавлял научный совет по социально-экономическим проблемам развития Казахстана, президиума Академии наук, тоже очень большое было доверие. Подготовил более 50 кандидатов наук и 7 докторов наук. Считайте, что это, в принципе, кадровый состав одного хорошего вуза. Чисто по экономике, если считать. Я не имею в виду другие специальности, но по экономике это больше, чем хороший вуз. Когда он читал лекции в Соединенных Штатах, читал в крупнейших капиталистических странах по тем временам, это уже был очень огромный авторитет. Я помню, в Америке читал лекции, и у него то ли конференция была, то ли курс лекций был в Америке, и это было по проблемам народонаселения и демографии. И он вызвал весь наш отдел и сказал: девушки, я еду туда, вы мне будете помогать, но писать я буду сам. Если он писал сам. Если он где-то участвовал сам. Дискуссии он защищал и институт. Это был основоположник, я считаю, нашего института, и как теоретик, и как прикладной науки. У него был такой авторитет. Это одно, у него было такое научное признание со всех республик. Говорили, что приглашает Әшімбаев и Институт экономики, к нам приезжали все. Түймебай Әшімбаев кешегі кеңестік тоталитарлық заманда асыра сілтеудің салдарынан саяси қуғын сүргіннің құрбаны болған азаматтардың бірі. Қан майданды басынан кешкен ол солақай жүйенің тепкісін көріп, тар қапастың қасіретін тартады. Этот человек через все это прошел. Пока не произошла реабилитация, прошло 11,5 лет. Он с этим грузом жизни жил. Вы понимаете? Быть врагом народа, а потом реабилитация. Ему вернули, во-первых, восстановили в партии, вернули ему орден Красная Звезда, медаль за оборону Ленинграда. И самое главное, ему вернули звание старшего лейтенанта.
өткен өмір жолынан қасіреттің табы қалса да, ерекше күш жүгері мен еңбекқорлығының арқасында Түймебай Әшімбаев күрделі экономика тақырыптарында тың зерттеулер жүргізіп, экономика ғылымының докторы, профессор, ұлттық ғылым академиясының академигі, республикаға еңбегі сіңген қайраткер атанған аңызға бергісіз тұлға. Біз аспирантурада оқып жүрген кезде Түймебай Әшімбаевич туралы көп жақсы лебіздер еститінбіз, жұмыстарымен танысатынбыз. Енді ол кісіні өзім көрмесем де, енді үлкен нағыз қазақтың нағыз ғылымына еңбегі сіңген нағыз үлкен тұлға екенін білеміз. Ғалымның аты өшсе де өзінің артында хаты қалады. Сол хат мына керемет кітап Түймебай Әшімбаевич туралы шығып отыр. Бұл деген мына ұрпаққа, алдағы жастарға беретін көп. Бұнымен жаңа ғана айтып отқан, шығып өздерінің пікірін білдіріп отқан адамдардан мен сол бір эпизод көз алдымнан өтті. Тамаша жай тұлғаға оңай өмір, оңай тағдыр берілмейді. Сол тағдырды еңсере біліп, өзінің ізін осы Қазақстан ғылымының Ақмешіт десе болады, ғылым ордасын. Осы Ақмешітте тұсауы кесіліп отқанына мен өте кітаптың қуаныштымын. Біртуар тұлғаның естелік кітапта баяндалған өнегелі өмір жолы, еселі еңбегі жас ұрпаққа ғибрат, келешекке жол сілтер таптырмас құрал. Эта книга можно порекомендовать всему молодежи. Почему? Потому что там очень много таких интересных моментов описывается, где проявляется характер, причем в разный период времени. Да? Вот, придя в наш институт 40 лет, начиная все сначала, пройти от младшего научного сотрудника до директора, потом представляя интересы не только в Москве, также вел непосредственно лекции в развитых странах, да, ведущих университетов. Это говорит прежде всего о том, что он представлял не свои интересы, а интересы интересы республики. Эта книга очень ценна и актуальна, и она дает нам прежде всего, наверное, мотивацию, стимул, чтобы мы продолжали все то, что он внедрил еще на момент работы в Институте экономики, и не останавливаясь на этом. Сонымен Түймебай Әшімбаев естеліктер кітабы қалың оқырманға жол тартты. Артында саналы ұрпағы мен ізбасар шәкірттері тұрғанда ғалымның мол мұрасы мәңгі сақталары сөзсіз.